өмір политика туралы әңгіме айтпаушы едім ше. Қазір осында отырып әңгіме қозғап отырып мынандай бір не жасап жатырмыз да, қорытынды жасап жатырмыз да. Байқасаңыздар, мынау болып жатқан соғыс негізі Иранмен болып жатқан соғыс емес, әлемнің Қытаймен болып жатқан соғысы сияқты достар. Өйткені не бүкіл әлемнің экономикасын Қытай күйретіп жатыр ғой. Мысалға бізде қазір даже өзімізден байқайықшы, киімді айтпағанда, заттарды айтпағанда, машинаның өзін қараңыздар, қалай бағаларды сындырып тастады. Бүкіл әлем осындай болып отыр ғой. Сондықтан сол Қытайдың экономикасын құлату үшін Иранмен соғысып жатқан сияқты. Өйткені Қытайдың 90% мұнайы сол Ираннан шығады екен. Осы сол Ормузский проливтен өтеді екен. Негізгі поставщигі Иран екен. Түсініп отырсыздар ма? Егер Иранды құлатса, Қытай мұнайсыз қалады, Қытайда жанармай болмаған кейін, естественно, бүкіл өндірісі құлайды. Вообще негізі политикамен араласпайтын едім. Мынаған кірісіп кеттім, бәрін зерттеп, осындай қорытынды жасап жатырмын. Қазір машинадан келе жатырмыз. Айтып жатырмын да, мысалы мен такси шақырдым, Лексусқа отырдым. Таңғалып отырмын да, ойпырмай таксилердің бәрі кей такси еді, сіз Лексуспен таксовать етіп жүрсіз ғой деп айтайын десем, бұл кісінікі де Лексус ба сізде? Қытайский ма? Бәсе, көрдіңіздер ме? Сондықтан негізгі себеп сол сияқты достар. Сіздер қалай ойлайсыздар?